екеуіңізде бір ортақ бауыр не өзгерді? Байланыс нығая түскен шығар. Одан сайын жақын шығарсыздар қазір. Жоқ, енді туған балаң менен туған анасы жақын ғой, онсыз да. Енді өзгергісі мен бұл 29 жаста мен жасардым деп ойлаймын. Жасардым, енді жас бауыр. Кейде балам айтып қояды, мама, енді майлы нәрсе жемеңіз деген сияқты. Мен енді жасым үлкен болғанмен енді әртүрлі нәрсені жегім келеді ғой енді. Кейде жең деп жасаң айтады да, мама, анан жемеңіз, нан жемеңіз деп айтып қалады. Сол кезде айтамын, ей, жарайды, сенің бауырың жап-жас қой, енді өзінің функциясын атқарсын да деймін да. Атқарсын енді деп. Енді жалпы тері өзгереді ғой, бұл бауырдың ауру болғандықтан тері өзгереді, көз өзгереді. Жалпы сенің ағзадағы бүкіл тері, организм өзгереді. Ал мен осыған дейін операцияға барғанға дейін менің түрім дегеніңіз терім қарайып кеткен еді ғой. Мен сондықтан 29 жастағы жас баланың бауырының жасушасын салып қалғандықтан терімнің барлығы өзгерді. Жасардым, әжімнің бәрі кетті. Бетте неше сияқты нелер болған, барлық кетті, жап-жаспын енді.